2020 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеу өзгеріссіз өтеді. Мектеп бітірушілерді қолдау үшін тест тапсырмаларының тізімінен 11 сыныптың 4-ші тоқсанындағы сұрақтар алынып тасталды. ұбт-ға қатысуға өтінімді онлайн тапсыру керек. Қабылдау сәуірдің 20-сынан мамырдың 10-на дейін жүргізіледі. Ең негізгісі ол әрине маусым айында өткізілетін тестілеу. Өйткені бұл жерде мектеп түлектері осы біздің республикамыздағы берілетін гранттарға әрбіреуі атсалысып, сол жерде қорытындысы бойынша өздері жаңа қолдарын жеткізе алады деп айтуға болады. Жалпы бізде Солтүстік Қазақстан облысы бойынша бүгінгі таңда 3275 түлек мектептерді аяқтап жатыр. Шілдедегі ұлттық бірыңғай тестілеуге 3000-нан аса солтүстік қазақстандық түлек қатысады. Өткен жылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеу қаңтар, наурыз, маусым және тамыз айларында 4 рет өткізіледі. Қаңтарда тестілеуге 2000-нан астам түлек қатысты. Наурыз айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеу белгісіз мерзімге ауыстырылған болатын. Білім басқармасы басшысының айтуынша төтенше жағдай режимі алынып тасталғаннан кейін оны міндетті түрде өткізеді.